Жалпы пайғамбарлардың барлығы маасум ғой. Жалпы пайғамбарлар адамзаттың жынысынан болып есептелінеді. Мысалы, бірақ пайғамбар адамның жынысынан болса да, бірақ пайғамбардың кейбір сифаттары адамзатқа ұқсамайтын сифаттары болған. Сол себептен ғалымдарымыздың айтқан сөзі бар: лейса камислихи русул, лейса камислихи башар, лейса камислихи наби дейді. Пайғамбар ол басқа пайғамбарлар сияқты емес. Пайғамбар басқа елшілер сияқты емес. Пайғамбар басқа адамдар сияқты емес дейді. Ал енді тасауф ілімінде мынандай сөз бар: алтын тас ол басқа тастар секілді емес дейді. Гаухар тас ол да тас, бірақ басқа тастар секілді емес дейді. Сол сияқты пайғамбар ол да адамның жынысынан, адамзаттан пайда болған, бірақ басқа адамдар секілді емес. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сіз бенен біздің көлеңкеміз болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көлеңкесі болмаған. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бұхаримде, Муслимде келген хадисте пайғамбар мешітке бара жатқанда мына дұғаны оқитын еді: Аллахым, менің көзіме нұр бер, тіліме нұр бер, жүрегіме нұр бер, алдыма, артыма, оңыма, соңыма нұр бер деп Алла тағалаға дұға ететін. Ал пайғамбарлардың дұғасы не? Қабыл. Пайғамбар кәміл, ол нұр болған. Тіпті дүниеде ең жарық не нәрсе? Күн болатын болса, күннің өзі пайғамбардың нұрына әлсіздік етіп, пайғамбардың көлеңкесін жерге түсіре алмаған. Қараңыз. Демек, сіз бенен біз адамбыз, сіз бенен біздің көлеңкеміз болады, бірақ пайғамбардың көлеңкесі жоқ. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөзін білесіз, хадисінде бар: мен алдымды қалай көрсем, артымды солай көрем дейді. Сіз бенен біз тек алдымызды қана көрсек, пайғамбар алдын қалай көрсе, артында солай көретін болған. Қараңыз. Ал енді сіз бенен біз толығыменен ұйықтап қалатын болсақ, пайғамбардың тәні ұйықтаса да, пайғамбардың жүрегі ұйықтамаған. Жүрегі ояу болатындық жайында пайғамбарда хадис келеді. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тіпті бала кезінде Абу Талибтің қолында болды ғой. Сол кезде Абу Талибтің балдарыменен дастарханның басында отырған кезде пайғамбар отыратын болса, Абу Талибтің балдары тоятын болған. Аз ғана тамаққа тоятын болған. Бірде Абу Талиб өзінің балдарыменен отырып, пайғамбар болмайды. Сол кезде көп тамақ істеп балдарымен отырған кезде көп тамақ балдарына жетпей қалады. Сосын екінші күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды алдырып дастарханның басына отырғызып, аз тамақ істейді. Сол аз тамақ қалай басталып желінеді, соңында сол тамақ тұрады, барлығына жетеді. Аллах тағала берекетті беріп қояды. Сонда Абу Талиб байқап не дейді? Дастарханның басына Мұхаммед отырмай, сендер ешқашан отырмаңдар дейді. Және сізбенен біз ұйқыдан тұрған кезде, сізде мына былшық дейді көзімізге, ірің тұрып қалуы мүмкін, шашымыз ұйпа-түйпа болып тұруы мүмкін. Пайғамбар бейне бір дәретін алған адам секілді, шашы таралған адам секілді орнынан тұратын еді дейді. Қараңыз, ұйқысынан орнынан тұрған кезде. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Муслимдің сахихтер жинағында келеді: пайғамбардың денесінен әтір сеппей-ақ мисіктің иісі шығып тұратын болған. Пайғамбар ана көшеден өтіп бара жатса, сол жақтан мисіктің иісі келетін болса, сахабалар мына жақта білетін пайғамбардың сол көшеде жүріп жүргендігін. Ал енді Умму Сүлайм, момындардың анасы, сол кісі бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұйықтап жатқан кезде пайғамбардың денесінен ағып жатқан тердің бір ыдысқа құйып алады. Сөйтіп пайғамбар оянғаннан кейін сұрайды: мынау не нәрсе дейді. Сол кезде Умму Сүлаймның айтқаны: бұл сіздің теріңіз, ол мисіктердің ең жақсысы, біз оны өзіміздің мисіктерімізге қосып қоямыз дейді. Қараңыз. Бірақ пайғамбардың сүннетінен екен, мына мисікті біреу ұсынатын болса, пайғамбар ешқашан қолын қайтармаған. Ал енді өзінің денесінен мисіктің шығып тұратын болса, ол не үшін мисік жағады десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Мен бойымнан хош иістің артық шыққанын қалаймын дейді екен да. Сөйтіп біреудің қолын қайтармай денесінен мисікті жағатын болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай бір сахабамен амандасса да, сол сахабаның қолында мисіктің иісі қалып отыратын болған. Ол пайғамбардың өзінің денесінен шыққан мисіктің иісі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар өзінің балдарын амандастыруға құмартатын еді дейді. Қандай да бір баланың басынан пайғамбар сипайтын болса, ойнап жүрген балдардың арасынан сол бала басындағы мисіктің иісіменен ерекшеленіп тұратын дейді. Қараңыз. Сондықтан да бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның адамзатқа ұқсамайтын да осындай сифаттар болған. Бұл адамзаттың асыл тәжі болған ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай ғажап адам еді.